исе бермеген, қыздардың артынан өсе бермеген қадірменді қазақ елі, кеш жарық тойғызды болсын жасырайын. Ассалаумағалейкум қадірменді, аузында алласы бар, жүрегінде иманы бар, асыл жастардың қарымөнемді жастар деген, уәдегені өрсін деп, мәртебесін төрім деп білген, ізеттелген кенеттен тағылығын алысынан тартқан, ұлыларға, қызыл қарға балаған, дарқандығын баласымен жеген, өткірлігін қылышқа, намысын айзаға деген, ұмытты сөзден, ұтымды, бүгінгі тоқтаған ардақты ағайын, бүгін әуелі алла қаласа, біріміз топырағын қозғасаң, тарихқа сыңсы жетелетін, бір топ жиын қозғасаңыз, тарихқа сөйлеу жегенен достан кейі де қасиетті телевизор әулетіндегі Ақылбек атамыздың 70 жас және Оралбай анамызбен отандасқанына 45 жыл алдырған мерейтойда қош жүрістер ағайын. Бәрекелді қадірлі ағайын, құрметті игі жақсылар, біздің кезінде қазақ ел аузында қалған бабаларымыздың бірі Төлеген әдеби күні ел алдында, үй алдында төмен болса, ертегі тұрған атпен тең, ел ішінде қарием болса, жабылы тұрған қатпен тең деген екен. Мінекей, әкесі сарқау, ана мөлдір болат, бала болың жағасындағы қорап десек, бүгін біздің Ақылбектей атамызға өзінің ұлдыздары, әкелерін осынау 70 жылда келген мерейтойларына арнайы алысқа ат жіберіп, жақында қат жіберіп, ардақты ағайын, жақсы жайсақтардың басын қосқанда ниет қылыпты, ендеше осы бір той үйлеріндарда той құтты болсын деп бір қолдан қошемет деп қойсаңыздар. Бәрекелді қадамдар мен мырзалар, мінекей уақыт жоқ заманда арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге намдағы алғыс сыйып бас иеміз ардақтың ағайын. Енді қадірменді ағайын, құрметті көпшілік, көп созбай, әдепте баспай, біздің бүгінгі тойдың иесі, бүгінгі осы бір шаңырақтың иелері, осы бір қуанышты баршаңызға ардақтың ағайын бөліссем деп, барын емес, алланың берген есіміз алдымызға жайып отырған ардақтың ағайын, мен арнайы қошеметпенен ортаға Ақылбек атамызбенен Оралбай анамызды әдемі музыкалық сәлемдер аясында ағамыздың барша жорық жолдастарымен бірге ортаға шақырған жөн сұрапты. Ендеше мүмкіндік болса, орындарыңыздан тұрып, 70-ке толғандарын толмағандар болса, 70 жасы жұмысты болсын деген ниетпен ардақтың ағайын, орнымыздан сәл бір сәтке тұрсақ, ортаға басты бұрсақ, ардақта